Сәлем достар, сіздерге бүгін малинаны қысқа қалай қатыру қажет, сол бойынша бөлісетін боламын. Бірге болыңыздар. Қатыру жолы өте оңай достар. Ол үшін мен осындай ыдыс сатып алдым. Бірінші ұсақ-түйек сататын жерлерден осындай ыдыстардың бірнешеуін сатып алдым. Крышкасы бар, жабылады, қысқа сақтауға, морозилкаға сап қойсаңыз өте ыңғайлы, төгілмейді, өте жақсы. Және де бізге малинамыз қажет әрине. Малинаны жусаңыздар да болады. Кейбіреулер жумайды, бірақ мен міндетті түрде суға бір салып аламын. Және құмшекер қажет. Өз қалауларыңызша осы малинаның үстіне қантты себесіздер. Мысалға 1 килограмм малина болса, жарты килограмм қант қылып сепсеңіздер де болады. Немесе қатты тәтті болмасын десеңіздер, қантын азырақ салсаңыз болады. Сосын езіп алмай, осылай аударып араластырамыз. Қанты ерімесе де ештеме етпейді. Кішкене аударып болғаннан кейін осы ыдыстарымызға өз порцияларымыз салып аламыз. Көбірек салсаңыз болады, немесе азырақ, өзіңіздің қалауыңызша. Сосын бетін жауып, морозилкаға сала саласыз. Болды достар, оп-оңай, дайын. Біздің малиналарымыз қысқа. Бұны мен көбінде балаларға смузи жасап берем қыстың күні. Банан қосып, солай смузи жасасаңыздар болады. Бұл малинаның құрамында білесіздер, витамин С бар. Салқындағанда, суық тигенде алып шайға қосып ішсеңіздер де болады. Арнама тіркеліңіздер достар, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз ұнаса, алда көптеген қызықты видеолар болады.